бір айдағы 60 тоннаның заранее сатылған 58 тоннасы есепке сатылса, предоплата. Қалған 20 тонна, қалған бөлігін неге сатамыз? Қалған оған дейін бәрі талонмен қарасырасыз. Лимит келесі только толқына олар. Қандай себеп? Лимит көбейтпесең, Бұларға лимит жетпейді, айына 4 рет алады, болды, бар болғанда 60 тонна. Қазір енді бүгін ертең келе сатақта, артынан 4 күн шығады. иә, бір екінде жетеді. Сондықтан мына қазмұнайгаз өнімдерінің Қазмұнайгаз бөлінетін кеше айтқан дүниенің бәрін жасау керек. Мына очередь жоқ осы дәрежедегі дополнительный бөлім жоқ. Келістік пе? Қанша объем болады? 15 тонна алды кеше. Міне, мынаны айтсайшы, графикті көрсетші. Кеше 15 тонна алды. Оларда газ қанша? Сіздерде қанша? 45 теңгеден. Жоқ, сендерде қанша деймін? 15 тонна. 15 тонна. 15 тонна қай уақытта келеді сізге? Қай уақытқа дейін жетеді? Иә. 4 күн 5 күнге жетіп барады. Потолок только, иә, заранее уже. Мына 4 күннің ішінде сіз толықтай күніңіз бастап Иә, олсыз. қалған күннің бәрінде. Бұл Ол тек еще Бюджетте ондай мәселе жоқ. Жоқ, бұл кісілерден бұда былай істеп жатыр, қазір объяснительде не алып жатыр, талондан қараймыз. Егер 60% талон болатын болса, 40% сату керек. Ал егер 100% талон болатын болса, онда біз ештеңе істей алмаймыз. Сондықтан соны бізге әкелуіміз керек. 100% Соны дәлелдеуіміз керек. Иә, договорымыз бар бәріне. Айына жалпы 250 тоннаға дейін возможность. әрбір мына вот келіп газды тапсыру керек қой. Иә. Қайда тапсырып жатыр газды? Газды тапсырған жерде сіздерде счетчик бар ма жоқ па? Құйып жатқан жерде бар. Қаншама сатқандары туралы бәрі бар ғой. Колонкілерінен шығаруға болады бұл кісілердің. Соның бәрін шығару керек. Ана департамент, мемлекеттік ана доходқа байланысты департамент арнайы тексерілу керек. Вот өткен жылғы 16 жылдан бастап 16 жылғыны толықтай бересіңдер. Бүкіл жеке заправканың бәріне байланысты маған 16 жылғы да, сосын биылғы жылдың жарты жылын толықтай бересіңдер. Қаншама объемды газдың алды, соған байланысты қаншама бюджетке налогты бұлар төлеп отыр. Бұл тек қана бұл заправка емес, бүкіл жеке заправкалардың бәріне сондай шешім қабылдайсыңдар. Соған бәрі бар ғой. Бәрі бар. Бізге возможность 220 тоннаға дейін сата аламыз айда. Круглосутка болса 300 тоннаға. 300 тонна, пожалуйста, лимит беріңіз, біз сатамыз, халық сатамыз. Бүкіл басқа да жеке солардың бәріне тең сатуға мүмкіндік беріледі. Бұл негізгі мәселе осы.